Екінші бөлім. Кеше бір ұлы ақынның кітабын оқыдым, деді Алма бас жағындағы тумпочкаға қарап. Кітап сол тумпочканың ішінде болу керек. Содан кейін жасөспірімдерге тән аңқаулықпен тебірене, соның ішінде дауыл деген өлең бар екен, деді кәдімгідей қатуланып. Кеменің діңгегі қирап, рөлі сынған, желкені жыртылған. Көкжиекке батып бара жатқан күнмен бірге кеме де теңізге батып барады. Жұрттың бәрі жанталасып, өлім дұғасы оқуда. Әркім өзінің жақын көретін адамдарымен құшақтасып, қоштасып жатыр. Тек бір адам ғана өлімнен қорқуды да, қашуды да ойламайды. Ол тек шіркін, осындай өлер сәтте құшақтасып, қоштасатын адамның болғаны қандай бақыт, дейді ішінен күбірлеп. Алма өзімен бірге менің де таңғалғанымды тілеп бетіме қарады. Қараңызшы, өлім аузында тұрған ең бақытсыз жандар да енді біреу үшін соншалық бақытты болып көрінеді. Өйткені олардың өлер сәтте қоштасатын жақындары бар. Сіз мені түсініп тұрсыз ба? Мен үндемедім. Алманың осынша сап-сау адамша сөйлеген сөздері менің зәремді ұшырды. Көмектесіңізші, деді ол кенет жалынышты үнмен. Сыртқа шығып көшемен жүргім келеді, қыдырғым келеді. Не дерімді білмедім. Өйткені ол менен дәрігерлік көмек сұрап тұрған жоқ еді. Рас, психиатриялық ауруханада жатқан адамдар да мұндай тілектер көп болады. Бірақ оларға айтатын жауабымды Алмаға айта алмас едім. Бәрібір қайтып келем ғой, деді Алма тағы да білегімді сүйпап. Жарайды, айналайын деп қалдым. Осы сөзден ақ өзімнің тұзаққа ілінуге таяп қалғанымды білдім. Алманың үмітпен, жалынышпен қараған көздеріне көзім түскенде, тұзақ мойныма біржолата іліккен еді. Осы сәтте мені таңғажайып бір тәуекел сезім биледі. Аяғыңнан нешінші размер киесің, дедім өз сөзіме өзім онша мән бермеген болып. 36, көйлектен 46, деді Алма таңырқай түсіп. Мен сол күнгі жұмысты да, түнгі кезекшілікте қалың ойдың құшағында жүріп өткіздім. Шынында да менің бұл ойымды денсау адамның ойы деп айту қиын еді. Алайда көз алдыма өз қиялымнан туған суреттерге қыныққаным сонша, бұл пиғылымның дұрыс-бұрысын талдауға тіпті уақытым болған жоқ. Алманы түнде қалаға алып шығып, қыдыртатынымды, оның қалай мәз болып қуанатынын көз алдыма елестеткенде, сол қуаныш өз бойыма тарағандай жүрегім өрекпіп, басылмай қойды. Мен тірі жанға тіс жаруға болмайтын өз құпияма өзім елтіп, есім кетті. Ұйқыдан түс кезінде оянып, апыл-ғұпыл шайымды ішіп, магазин аралауға шықтым. Бірінші барған аяқ киім магазинінен сатушы әйелдің ақылымен 36 размерлі үстінде доғасы бар ақ туфли алдым. Одан көйлек сататын магазиндерді жағалап, ұзақ жүрдім. Көйлектерді қараған кезде жақсысын табуға тырысып, жанымды салғаным сонша, борша-борша болып терлеп кеттім. Жақсы мен жаманды айыру тап мен ойлағандай оп-оңай нәрсе болмай шықты. Ұстаған көйлектерімді ойша қалаған адамыма кигізіп, көз алдыма елестетуге суреткерлік қабілетім жетпеді. Ақыры шеткері магазиндердің бірінде әйелдер көйлегіне тұрған қалың кезектің үстінен түстім. Бұл бір сырмасы желкесіне салынған, етегі делдейіңкі, көкшіл түсті, жылтыраған шетелдік көйлек екен. Тұрған елдің көптігіне қарап, жаман болмас деп ойладым. Бірақ мен жете бергенде көйлек бітіп қалды. Шашын қап-қара қылып бояп алған ұлты белгісіз ажарлы сатушы әйел қанша жалынсам да бітіп қалдыдан басқа сөз айтпады. Сонда да табиғатымда жоқ бір өлермендікпен сатушының қыр соңынан қалмадым. Ертең үйлену тойым еді, тойға арнап көйлек тіктіре алмай қалдық. Ендігі үмітім осы ғана деп зуылдатқан кезімде өзімді өзім танымай қалдым. Өлермендіктің пайдасы дейді. Халықтың бәрі тарап біткенде үстіне 5 сом қосып, сатушыдан 46 размері бір көйлек алдым. Қас қарая сатып алған заттарымды, өзімнің күнге киетін қара көзілдірігімді сумкама салып, ауруханаға келдім. Неге боп-бостың, ауырып тұрған жоқсың ба? Деді бірінші көрген сестра. Жоқ, әншейін болар, тыныштық па? Дедім қызмет бабында сөйлеген түрк білдіріп. Тыныштық. Мен ауруларға рецепт жазылған кітапшаны аударып отырып, көзімнің қырымен сестраны андудан. Сестра шымылдықпен қоршалған процедура кабинетіне кіргенде сумкамды ала-сала жүгіре басып, Алманың бөлмесіне кіріп кеттім. Алма төсегінде кітап оқып отыр екен. Менің түріме үрейлене әрі таңырқай қарады.
Мә, тез киін, дедім сумканы алдына тастай беріп. Мен 3 рет қатты жөтелгенде, бөлмеңнен шық та төмен түсе бер. Ұқтың ба? Тез. Мен бөлмеден жылдам шығып, орныма келіп, бұрынғыша рецепт кітапшасын алып, беталды ақтара бастадым. Сағатыма қарап қоямын. Неше минутта киініп болуым мүмкін, деймін ішімнен дегбірсізденіп. 2 туфли, 1-2 көйлек, 3-4-5, жарайды 6, көзілдірік 7, бітті ғой, киініп болды ғой, жарайды тағы азғантай уақыт. 1-2-5 минут өтті, мен процедура кабинетіне кірдім. Сестра ине қайнатып тұр екен. Барымша қатты 3 рет жөтелдім. Сестра таңғалып бетіме бажырая қарады. Апай, дедім жанына тақай түсіп. Бір үлкен шаруам болып тұр. Қызыма барушы едім. 2-3 сағатта ораламын. Аяқ астынан ештеңе бола қоймас. Алманың есігін ашпаңыз, мен келгенше. Ұйықтап жатыр. Сестра жер ортаға келсе де әлі қартая қоймаған, күлімдеген көзінен жастықтың қызығынан кезінде құр қалмаған адамның нышанын байқалатын әйел еді. Өз еркінде ғой, деді өткен бір қызығы есіне түскенде жымындап. Маған несіне айтасың? Мен алма шығып үлгерді ме екен деген күдікпен тағы да сестраны таң қалдырып, мершейіп бостан-босқа біраз тұрдым. Сонан соң әлде де уақытты өткізу үшін сестраны таң-тамаша қалдырып, рахмет деген сөзді не үшін айтқанымды білсем бұйырмасын. Ежелеп әрен айтып болдым да, бұрылып кабинеттен шықтым. Төмен түссем, басқыштың бұрышында шашын омырауына түсіріп, қара көзілдірік киген алма төмен түсуге бата алмай тұр екен. Мен алманың қолтығынан ұстаған күйі басымды кекірейте ұстап, шығар есікке беттедім. Артымыздан мынаның бір өзі кірмеп пе еді? Қызы қай жақтан кіріп кеткен деген сөзді екеуміз де естідік. Сыртқа шыққанда август айының түнгі самалы тынысты кеңейтіп, еркіндікке оңашаға шақырғандай қуанышты әуез сезім әкелді. Мен көзімнің қиығымен ұрланып алмаға қарай бердім. Талдырмаш денесіне көкшіл көйлек құйып қойғандай жараса қалыпты. Бет-жүзін жабыңқырай түскен қап-қара шаштары мен көзілдірігі әйел пішініне қалыптасып, үлгірмеген шыпықтай әсем тұлғасына түн ішінде ерекше бір құпия түр беріп тұр. Көйлегің дұрыс па? Дедім, дұрыс екенін көріп келе жатсам да. Алма бетіне түскен шашын кейін қарай сілкіп тастады да, баланың мақтаныш білдіргеніндей бір түрмен бойын керіп, маған қарап жымайып қойды. Содан кейін еңкейіп аяғының басына қарады. Ептеп қысады, деді. 36 размер ғой, деп ақталдым мен. Троллейбусқа отырдық. Таныс біреудің көзіне түспес үшін алманы көлегейлеп теріс қарап тұрдым. Сенің туысқандарының бірі көріп қалса, масқара боламыз, дедім құлағына сыбырлап. Мен оның туысқандарын былай қойғанда басқалардың да көргенін қаламадым. Жарайды, деді алма, бірақ түрінен онша мән бергендік байқалмады. Тіпті осыдан бәлендей масқара ештеңе көрмей тұрғаны сезіліп тұр. Паркке келіп түстік. Мен қараңғы бұрыштармен жүрмек болып едім, алма ашық алаңмен өтуді қалады. Жолдың екі жағына өскен алқызыл гүлдер кешкі сәулемен құлпырып діріл қағады. Жазғы сахнадан шуылдаған оркестр үні келді. Алма көңілдене бастады. Менің қолымды жұп-жұмсақ алақанымен қысып қойды. Кинотеатрдың тұсынан өте бергенде киноға кірейік, деді тоқтай қалып. Жүрегім зырқ ете қалды. Бірақ алманың алдында қорқынышымды сездіргім келмеді. Кірсек кірейік, дедім, жан-жағыма алақтап. Киноға билет аларда да, кірерде де, залға енді отырғаннан кейін де менің көзім әлде біреулер көріп отырған жоқ па деген күдіктен ара алмай, айналаға жалтақтаумен болды. Ақыры кино басталды. Адамның ішін пыстыратын, әрі талай рет қойылған ескі фильм екен. Адамдар да аз жиналыпты. Мен киноны көрмедім десем де болғандай. Қара көлеңкеде экранға сүзіле қарап, қимылсыз отырған алмадан екі көзімді ала алмадым. Мен оның көзіне қараған сайын бүкіл қиялымда жүрген сұлулықтан алманың әлде қайда артық екенін сездім. Айтып беруге келмейтін ең бір құпия, беймәлім әсер, сұлулық әсер. Біз өзіміздің бүкіл моралімізді адамның тән сұлулығынан жан сұлулығын жоғары қоюға негіздесек те, өмірде сол тән сұлулығымен бетпе-бет келіп қалған кезде өзіміздің әлгі қағидамызды қалай бұзып кеткенімізді білмей қаламыз. Өз еркімізбен ақылы аз болса да сұлу әйелдерге үйленуге дайынбыз. Бірақ ақылға бай, көріксіз әйелдерге жолағымыз келмейді. Санамызда жабайы инстинкт секілді бір әуе
күш желіп кетеді. Біз ең осал жерінен қолға түсіп, тұрып ете алмай қалған аңға ұқсаймыз. Ендеше суықтың әлі де зерттелмеген немесе біле тұрып айтқымыз келмейтін бір сырлары болуы мүмкін. Мен алманың тізесінің үстінде тұрған қолынан ұстадым. Жүдексінгеннен алақаным терлеп кетті. Алма жымиып, қолымды қып-құрғақ, жып-жұмсақ алақанымен қысып қойды да, менің түрімде кісі таңғаларлық бірдеңе бардай, бананадай көздерін кейін ашып антарыла қарады. Кинодан шықтық. Алма көңілденіп сөйлей бастады. Кинода неге ылғи сұлу әйелдер ойнайтынын түсінбеймін, деді қолын жайып. Сұлу емес әйелдер жұртқа үлгі бола алмай ма? Олардың бойынан жақсы қасиеттер табуға болмай ма? Жақсылықтың терең тамыры сұлулықта, өйткені тіршілік тәннен басталады. Ал сұлу адамдар ақылсыз, жаман болып шығуы диспропорция. Өмірдің күрделігінен, қиындығынан, алғашқы тепе-теңдіктің жиі-жиі бұзылуы. Балмұздақ жегім келеді, деді ол менің сөзімнің аяғы күтпей. Балмұздақ кездеспеді. Екеуміз қара көлеңкеге қойылған, арқалығы жоқ жайдақ орындыққа отырдық. Маған гүл жұлып берші, деді кенет бетіме тесіле қарап. Мен оның осынша қисынсыз талабын қалай ұғарымды білмей дағдарып қалдым. Қазір, дедім де, қорқып тұрғаныма қарамастан, орнымнан тұрып гүл алаңына беттедім. Бұл біздің үлкен қателігіміз болды. Алақандай болып, қауыз ашқан қып-қызыл гүлдердің екі талын жұлып алып, жекке шыққанымда, бері жүріңіз деп, саусағымен іліп тартып тұрған портфелі бар, қалқан құлақ милиционерді көрдім. Мен жалтақтап алмау тұрған жаққа қарай бердім. Бері дедім ғой сізге, әлде тағы біреулеріңіз бар ма? Жоқ, дедім зәрем ұшып. Бөлімшеге, сіз неге көріп тұрып ысқырмайсыз, дедім мен ыза болып. Сіз әдейі жұлсын деп тұрсыз, өйткені сізге біреуді ұстау керек. Милиционер бір сәт антарылып жауап бере алмай қалды. Содан кейін мені әдейі сайқымазақтықпен айтып тұр деп ойлаған болу керек, тақай бере жеңімнен ұстады. Дөрекілеу жұлқып қалып, бөлімше тұрған жақты иегімен көрсетті. Бөлімше ішіне кіргенде аздап есімді жидым. Көп болса штрафын төлеп құтылармын дедім ішімнен. Юстициядан білетін азғантай зандарымды есіме түсіріп. Қане документіңіз, деді телефонның құлағында отырған егделеуі. Мені көргенге қуанышы жандай көңіліне дауыстап. Осы кезде бөлмеге Алма кіріп келді. Мен инфаркт болуға сәл қалдым. Бітті енді, дедім ішімнен, үміт атаулыдан көтерімді үзіп. Бір сәттің ішінде өзімнің дөрекілік атқа сай емес, қылмысты әрекеттерімен бүкіл ауруханаға, дәрігерлерге, қыздың ата-анасына, қала берді бүкіл қала халқына әйгілі болған масқара күйімді елестетіп үлгердім. Бірақ Алманың келуі жағдайды мүлдем өзгертіп жіберді. Алманың сұлулығы отырғандардың бәріне бірден апиын сорғандай әсер етті. Телефон құлағында отырған егде милиционер де, мені ертіп келген қалқан құлақ та, формасыз жай киінген жас жігіт те ызғарлы жүздерін жылытып, мүлде өзіміз секілді қас қабағы түсінікті, ет сүйектен жаралған кәдімгі адам қалпына келді. Бәрінің көздерінен, иә, отырыңыз, шаруаңызды айтыңыз, көмекке біз дайын деген секілді құп ниет сезілді. Алма өз үстемдігін жақсы сезінетін. Кәдімгі тәжірибелі сұлу бикештер де маңайына жымия көз тастап, менің қасыма келді де, қолымен шашымнан сипай ұстап, мен кінәлімін ағай, деді милиционерге. Мен әдейі жұмсап едім, гүл жұлып бер деп. Неге, деді қалқан құлақ қатан дауыспен. Бірақ түрі жымиып, әшейін әзіл екенін білдіріп тұр. Әдейі, деді Алма қайталап, әдейі мені сүйем екен деп. Менің бойымда ток соғып өткендей болды. Охо, деді телефон құлағында отырған егделеу милиционер. Мінеки, қазіргі жастар қандай ашық мінез? Жігітті солай сынауға бола ма? Деді формасыз жігіт. Бұл қоғамдық тәртіпті бұзу, жігітті басқа жерде сынау қажет. Кешіріңіз, деді Алма, мені сол қолымен қапсыра құшақтап. Бір жолға кешіріңіздер, әйтпесе жарайды, мені айыптаңыздар. Жарайды, қыздың алдында жігіттің беделін түсірмей-ақ қояйық. Милиционерлер де тас бауыржандар емес. Айналайын, бәріміз де жігіт болып көргенбіз. Мә, егде милиционер маған паспортымды ұсынды. Рахмет. Сыртқа шыққаннан кейін парктың қақпасына жеткенше бір-бірімізге тіл қатысқан жоқпыз. Гүл жұлып берейін бе, дедім тоқтай қалып. Ыза болып тұрғанымды жасыра алмай. Алма қолымды алып, жып-жұмсақ қолтығына қысты.
Болады енді, деді ілгері тартып. Маған ештеңенің қажеті жоқ. Таксимен қайттық. Әлде қалай көше шамдар сөніп қалды. Ай бұлттардың арғы жағымен зымырап барады. Аурухананың ауласындағы отырғыштардың тұсына келгенде Алма алға оза берген мені тоқтатып, өзіне бұрды да мойнымнан құшақтай алды. Мен ерніме жұмсақ дымқыл ернің тигенін сездім. Құдай-ау, не деген жұмсақ нәзік ерін. Мен Алманың талдырмаш денесін құшақтап, бауырыма бастым. Содан кейін сәбиді иіскегендей жұмсақ бет-аузына бетімді үйкеп, демін жұттым. Әлде бір жан қиюға болғандай рухани тазалықты сезетін секілдім. Бірақ ол Алманың бойынан тапқан тазалығым ба, өз бойымнан тазаруын сезгенім бе, ол арасын толық айырмадым. Ішке кірдік. Алма тен жартысынан қара көзді жапқан бетінің шашымен бүркей түсіп, мені қолтықтап алды. Екінші қабатқа кірер есіктің алдында Алманы тоқтаттым да өзім ішке ендім. Сестра процедура кабинетінде жоқ екен. Тез бөлмеңе бар деп сыбырладым. Алмаға есікті қайта ашып. Алма бөлмесіне кіріп кетті. Іле сестра да келді. Сен бе едің? Деді маған жымиып. Өзгеріс жоқ па? Жоқ. Мен Алманың палатасында отырамын, дедім халатымды киіп жатып. Бүгін приступ болуы мүмкін. Сосын ғылыми күнделігімді алдым да, сестраға көз қылып, түк байланысы жоқ түсініксіз сөздермен толтыра бастадым. Сестра дәрігерлік жұмысқа жан тәнімен берілген менің қазіргі түріме сүйсіне қарады. Мен палатаға кіргенде Алма киімін ауыстырып, төсегіне жатып үлгерген екен. Орта құпиялары бар балалардың бір-біріне көз жасап күле беретін секілді, мені көрген бетте Алма көзімен әлгісінде ме дегендей, мойның ішіне тыға жымиып, күліп жібермес үшін қолмен аузын басты. Күндегі әдетіммен керуеттің жиегіне отырып қолынан ұстадым. Ол да күндегі әдетінше құп-құрғақ, жұмсақ алақанымен қолымды қысты. Мүлде емін еркін. Мен оның көзқарасынан, бүкіл болмысынан ескен ғажайып жылы ағынды жанымен сезіп балқып тұрдым. Ұйықта, сенше, мен сені күзетіп отырамын. Таң атқанша, өмір бойы. Алма көзін жұмды. Дем алысының жиілігіне қарап, көңілдегі толқуды сездім. Менің ойларым сансаққа бөлінді. Маған мынау өзім күнде көріп, көз қашты болған күндегіті тіршілік аяқ астынан өзгеріп кеткен секілді. Немесе осы тіршілікке өзім тұңғыш тап болып тұрған тәрізді. Бірақ мен өмірге мән беретін, сән беретін, біздің өзіміздің жеке бақытымыз екенін, бізге сырттан ешқандай сәуле келмейтінін, тіршілікке, маңайға сәуле төгіп, жылу шашатын адамдардың өздері екенін кейінірек түсіндім. Өзімнің ішкі жан дүнием әдемі сәуле шығара бастап еді. Мені қоршаған бүкіл қауым, орта, тіршілік құлпырып сала берді. Алманың науқасын есіме алдым. Оны емдеу мәселесі дәрігерлік міндет қалпынан табан астында өзгеріп, енді тек өзім үшін жанын сақтап қалу деген төтенше шешімге ұласып кетті. Бір қызығы, сол түн оң қол ешқандай әрекет жасаған жоқ. Алма менің көз алдымда жорта ұйықтап жатқандай, көзі сәл ашылған күйі таң атқанша тырп етпеді. Түстен кейін жұмысқа меңгеруші келді. Жасы 40-тарға келген, мінезі шадырлау, арық, көсе кісі болатын. Мені ұйқыдан қажыған түрімді көріп, немене, әлі түнгі кезекшікте ешкімге бермей жүрсің бе? Деді. Оның сөзі сұрақтан гөрі менің ісімді құптайтын ризашылық секілді бірдеңеге ұқсайды. Сондықтан мен сәлематсыз ба дегеннен басқа ештеңе айтпадым. Фанатизм жоқ жерде ұлылық та жоқ, деп көсемсіді ол. Сізбен сөйлесетін маңызды бір шаруа болып тұр. Қандай шаруа? Айрықша бақылаудағы Бірімжанова Алманың жағдайы өте ауыр. Қалай деді меңгеруші көздерін жыпылықтатып, орындыққа отыра беріп. Қазір ауру кризис үстінде. Қызды қатерлі приступтан құтқару үшін оң қолдың саусақтарын, болмаса тіпті тұтастай өзін операциямен алып тастау қажет. Мен өзімнің бұл пікірімді меңгерушіге бұдан бұрын да айтқан болатынмын. Сондықтан ол бұл ойдың өзіне жаңалық емес екенін білдіріп, кір жиып жауап бермей біраз отырып. Ол былай ғой, дей бергенде, жоқ дедім тағы да, сол өзіме беймәлім өлермендікпен. Ол менің бетіме таңырқай қарады. Содан кейін жүзімнен әлде бір маңызды бірдеңе ұққандай болып үндемей қалды. Мен мінеки бірнеше ай бойы қатарынан көз жазы бақылап келемін, дедім жүрегім дүрсілдеп. Дегбірімнен қашып тұрғанын сездірмеге тырысып. Басқа ешқандай амал қалған жоқ. Егер олай жасамасақ,
осы 2-3 күннің ішінде қыздың өзін өзі өлтіріп тынатынын кепіл боламын. Меңгерушіге әсер ету үшін осы сөзді айтуын айтсам да, бойымның әлденеге дір ете қалғанын, әлгі сөзді бекер айтқанымды түсіндім. Кейде адам тағдырына кездейсоқ, қапияда санаңның тыс айтылған сөздердің әмшік ететіні бар ғой. Түсінемісіз, басқа ешқандай амал жоқ. Меңгерушінің үндемей қалғанынан сөзімнің құлаққа кіре бастағанын сездім. Сіз операциядан кейін қызды құлан таза жазылып кетеді деп ойлайсыз ба? Деді маған көзінің қиығымен қарап. Мен олай деп үзілді кесілді айта алмаймын, бірақ біз ең алдымен адамды бүгінгі ажалдан алып қалуымыз керек. Ертеңгісін содан кейін көреміз. Сіз маған сеніңіз. Мен аурудың қасында күні түні болып, азабын қатар көріп келе жатқан адаммын. Меңгерушінің кіржиген жүзі жұмсара бастады. Ата-анасының келісімінсіз бәрі ештеңе істей алмаймыз деді. Сонда да келсе қоймай. Ата-анасы емес, алдымен өзінің келісім керек. Әрі берден соң қалай болса да жасау қажет. Өйткені аурудың жағдайын олардан гөрі біз, оның ішінде мен жақсы білемін. Жарай, деді меңгеруші маған қарап. Бірақ ертең обходқа өзім қарап шығамын. Содан кейін кеңесейік. Жүрегім лүпілдеп қоя берді. Мен сол сәтте ақ ертеңгі обходқа дейін операцияға Алманы қалай көндіремді, меңгерушінің алдында қалай болып көрініп, сұрақтарға қалай жауап беру керек екенін үйрететімді елестетіп шықтым. Бірақ оған бұл жайды қазір айтқым келмеді. Түнгі ұйқысына кесел болар деп ойладым. Ертең ертерек кіріп бәрін түсіндірем. Аурулар тыныш мезгілден кейін сағат 5 шамасында сыртқа серуенге шықты. Мен Алманы беседканың ішінде кітап оқып отырған жерінен таптым. Бетіме қарап күлді. Көзің қызарып кетіпті ғой. Әшейін ғой. Бар да ұйықта. Ештеңе етпейді. Ештеңе етпейді емес, ұйықтайсың. Сен не, менің тілімді алмайсың ба? Мен Алманың бетіне қарадым. Тағы да оның жанарынан ескен жанға жайлы ғажайып, жылы ағынды сезіп тұрмын. Неге алмайын, дедім маңайдағыларға естірте күліп. Ендеше бар да ұйықта, деді Алма түсін қайтарып. Бүгін жақсымын, ештеңе етпейді. Үйіңе бар. Таңертең келесің ғой. Таңертең айтатын бір маңызды шаруа бар. Я, таңертең айтарсың. Мен Алманың бөлмесіне барып, киім салынған сумкамды алдым. Кешкілік ұзақ уақыт ұйықтай алмадым. Меңгерушінің көне қалғанын таң қалдым. Өзін-өзі өлтіріп тынатынына кепіл боламын деген сөз есіме түсті. Бәлкім осы сөз әсер еткен болар. Әйтпесе кесіп алса, қан шықпайтын кесір адам ғой. Алманы алдымен оң қолының саусақтары жоқ күйінде, содан кейін тұтас бір қолы жоқ күйінде көз алдыма елестеттім. Түк те жоқ, керемет сұлу. Қыстыгүні пальтосымен жүргенде тіпті білінбейді. Протез салдырамыз, сол қолмен жазып үйренеді. Жоқ, тіпті ешқандай протез салдырмаймыз. Сол жалғыз қолмен ақ бүкіл халықтың көзінше көшеде жүруге болады. Оны жасыруға болмайды. Соңғы шешім өзіме қатты ұнады. Дәл солай жүру менің жүрегімді шынайы таза сезімге, жалаққа бөлейтін секілді. Өмірдегі сәттілік өте сирек нәрсе. Ол жұрттың бәріне бірдей жете бермейді. Бірақ ең үлкен жалғыз сәттіліктен кейін қалған сәтсіздіктің бәріне де төзуге болады. Қиыншылықты жеңудің ең бір үлкен құралы төзім. Төзе білсек, барлық азап атаулыны жүзі мұқалып, майырылып өтпей қалады. Мәселен, біреу мойнына 10 килограмм тас байлап қойса, 20 килограмм тас байланбағанына шүкіршілік қылып, жаңағы күйінді бақытты халге айналдырып жіберуге болар ма еді? Әрине болады. Сондықтан қазір қандай ауыр жағдайдан да әлгі жолмен құтылып кетуге болады. Ол үшін тек тіршілік керек. Тірлік керек. Қол деген немене? Қол деген түк емес. Рас, дүниенің бәрі адамның қолымен жасалады. Бірақ зұлымдық та адамның қолымен жасалмай ма? Зұлымдық жасайтын қолды тез кесіп тастамаса болмайды. Тез кесіп тастау керек. Тез. Мен таңертең ерте ояндым. Кешегі оқиғаны, түнгі ойларымды еске алғанда ұйқым бірден шайдай ашылды. Таңертеңгі асымда шала-пұла ішіп, ауруханаға келдім. Сыртқы қақпаның күзетшісі әлі ұйықтап жатқан болар деп ойлап, қауға оқталып едім, бірақ ашық екен. Есік алдында әлде қандай машина тұр. Ішке кіріп, екінші қабатқа көтерілгенде, қызметке менен де бұрын келген әлде кімдердің дабырласқан дауыстарын естідім. Мен шкафтан халатымды алып кидім. Әлде қайдан меңгерушінің қарлыққан дауыс шығады. Бұл неге ерте келген? Шошып қалдым. Жоқ, түкте жоқ, обходқа дейін бәрібір араламайды. Оған дейін үлгеремін ғой.
пердемен бөлінген кабинеттен сестра әйелі шығып телефонға жармасты. Мені көріп басын изеді. Анда бардың ба? Деді телефон нөмірін айналдырып жатып. Қайда? Сестра менің бетіме таңырқай қарады да трубкасын қоя салып, ана қыз өліп қалды ғой, деді ақырын ғана. Жүрегім аузыма тығылды, демім бітіп, жағамды ағыттым. Әлгі сөзді естіген сәтте көңілімнің түкпірінде осы жаманатты білгендей, осылай боларын сезгендей бір түйсік пайда болды. Біліп ем ғой, осылай боларын сездім ғой. Өзің өзі япырау, өлтір тынатынына үйіп қалған шекемді ұстадым. Кепіл боламын. Мен екем ғой өлтірген, мен ғой. Бөлменің ішіне қалай кіргенім есімде жоқ. 3-4 дәрігер бар екен. Төсекте шалқасынан жатқан Алманы көрдім. Аузынан тілі шығып, көзінің қарашығы төңкеріліп кеткен. Түрінен қатты қиналғаны көрініп тұр. Жақындап келіп, білегін ұстадым. Суып кетіпті. Тамағында көкпенбек қолдың ізі. Оң қолы кеудесінде жатыр. Өлгеннен кейін ажыратқан болу керек. Кепіл боламын, өлтіріп тынатына. Айттым ба, дейді біреу ішімнен. Айтқаным келді ме? Міне жыламауға тырыстым, есірік күйде. Болды енді, холодильникке апару керек, дедім дауыстап. Не айтып тұрғаныма өзім түсінбей. Кешке өлікті ата-анасы алып кетті. Келесі күні желуге қатынастым. Ол әңгімесін аяқтап сигарет тұтатты. Сыра ішіңіз, дедім ұзақ үнсіздіктен кейін. Сөзді басқа бірдемеге аударғым келді. Бірақ ауа райының ыстығынан да, газет бетіндегі саяси хабардан да, қарсы бетте отырған бикештердің түр-сипатынан да әңгіме өрбімеді. Сырасы ескілеу екен, дедім, түсіп қалған этикетканың жазуына үңіліп. Ол үндеген жоқ. Ашық кафе ішінде сыра іздеушілер қаптап кетті. Рұқсат етіңіз, деді даяшы қыз, лангет пен шанышқы пышақтарды алдымызға қойып жатып. Содан кейін сыралардың аузын ашты. Мен өзімнің пышақ ұстап тұрған оң қолыма үрейлене қарадым.